келді? Ана туралы жүр. Жарайсың, отыралар. Бүгін, балалар, қай күн? 7 қаңтар. Балалар, ана деген кім? Ана деген ол біздің панамыз. Ана деген ол біздің байлығымыз. Қаһарман ағай Амина мен Аруда дайындыққа шақырып жатыр еді. Ой, осы қаһарманыңа қызықсыз концерттер күтпей қойды ғой тіпті. Барыңдар енді. Кезетеміз. Балалар, сабақты жалғастырамыз. Димаш, ағай қандай дайындыққа шақырып жатыр? Шында да ағай қандай дайындыққа шақырып жатыр? Кеше ғана концерт қойдық қой? Білмеймін, айтпады. Әйтеуір бәрін актив залға шақырып келсін деген, даже өзіме қызық болып тұр дейді дайындық екен. Тоқташы, мәме екеуің айтып, қалғандарын айтып ұмытып кетіппін ғой. Онда біз бәрін тезірек шақырып келейік? Иә, қазір қоңырау болады. Димаш, бірақ мағжандарға өзін айтшы, әйтпесе олар бізді тыңдамайды. Иә, бол, жарайды. Мен сыныпқа барып келейін, иә? Осында жоғамыз, айға бір келеміз. Жарайды. Ей, қарашы, біздің аталарымыз батыр болды, иә? Иә, мен де Бауыржан атамыз сияқты батыр болдым. Хей, нан соғарлар, жүріңдер. Ағай шақырып жатыр ғой, дайындыққа. Чүй, ағай шақырмайын кезде шақырады ғой. Көп сөзді қойыңдар да тез босаңдаршы. Жарайды. Ой, нанды күшті жеп отырсыңдар ғой, негізі нанды асханада жемей ма? Қой, рас па? Иә. Жүріңдер, кеттік. Ағай. Біз келдік. Туысыңыз ба? Жоқ, ағай, ана үшеуін таппадым. Ағай, мен олар қайда екен білем. Шақырып келейін ба? Біз сен яқтырсын, бар тез шақырып кел. Қалғандарың отырыңдар. Қалғандарың кешеге үй тапсырмасы дайындалыңдар. Қазір барлығы жиналғасын, жақсы жаңалығым бар айтады сендерге. Сабаққа дайындалыңдар кеше. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Давай, күресі! Екен бір-бірін қадай алмағандар. Давай! Қыздың балуында ойнатыр қазір. Аяқ шықты. Қадасай! Мағжан, не істеп отырсыңдар? Қаһарман ағай дайындыққа шақырып отыр. Ой, мен бармаймын. Ол ағайды көрген жағдайым жоқ. Ой, солай қуатшы. Өткен актив залға дайындыққа барғанда актив зал бізге жинатып қойды ғой. Ой, оны ойабеш, біз өзбекше биге билет тізіп қойды ғой. Соны айтам. Өсекті мықты айтасың. Жарайды, кеттік. Жарайды. Балалар жиналыңдар ма? Сахнаға шығамыз. Сендерге жақсы жаңалығым бар. Ертеңгі болатын аналардың мерекесіне қыз сыны байқауын өткіземіз. Ағай, біз екі-ақ қызбыз ғой. Мыналар ұтылып қалады. Жоқ,
әзілдеп жатқаным ғой. Анам менен Жаннатым атты шоу концерт өткіземіз. Оған концерттің нөмір дайындауымыз керек. Димаш, сен ән айтасың. Болды ағай. Амина домбыра тартасың. Жарайды ағай. Ару би билейсің. Сенің бір әдемі биің бар ғой. Ту ағай, сол биді билемесем болмай ма? Осы мектепке келгелі сол биді билеп келе жатырмын ғой. Жоқ. Сол биің маған қатты ұнайды, сол биді билейсің. Ернар, Айдар, сендер ән айтасыңдар. Жарайды ағай. Одан кейін кім бар еді бізде? Мағжан домбыра тартасың. Жарайды ағай. Бекарыс поэзия оқисың. Жарайды ағай. Сыныптарыңа барып дайындалыңдар. Мен бармын ғой ағай, маған шегересіз ба? Арсен, сен ана туралы поэзия оқисың. Түсіндіңдер ғой балалар? Жарайды ағай. Балалар, сендер аналарына сыйлық жасап көрдіңдер ме? Жоқ. Мен де жасамаппын. Мен анамды қатты жақсы көремін. Ол маған ешқашан ұрыспаған, барлығын байыппен түсіндіреді. Ол қай жерде жүрсе де мен анамды сағынып жүремін. Ой, несіне сағынасың? Күнде жанында ғой. Ой, сен қыстырылмайтын жерде қыстырылып, ата-ана үйде жоқ болса, сен ғой бірінші жылайтын. Тимаш, өтірікші. Кім қуады? Өзің қуасың. Сен жыласың всегда. Мен де анама сыйлық сыйлағым келеді. Менің де анам күндіз-түні жұмыста. Балалар, меніңше барлығымыз бір ауыздан ертең концерттен кейін бір сыйлық берейік. Аналарға сыйлық сыйлаған дұрыс, бірақ оған ақшаны қайдан табасың? Кімде қанша теңге бар? Менде бір тиын жоқшы. Ал мен 2 теңге бар. Ал бізде 1000 теңге бар. Давайте барлығымыз бүгін базарға барайық та, бүкіл шаруаны сол жерде шешіп кетейік. Иә, дұрыс айтады Амина. Қазір дайындыққа барайық. Ағай келіп қойған шығар. Кеттік. Димаш, базарға келіп, енді не алатын болдық? Ет аяқты? Қумашы, қайдағы ет ашсың ба? Шынымен де анамызға не сыйлаймыз? Одан да барлығымыз гүл алған дұрыс емес пе? Концерттен кейін беретін. Аналарымыздың бәріне гүл ұнайды. Менің анам гүлді өте қатты жақсы көреді. Арнайы бөлме дайындап қойған. Я, аналарымызға гүл салонына қалай қуанады екен? Кет.
жүрек Қанша кило алған дұрысы? Сәлеметсіздер ме балалар, гүл аламын. Роза гүл бар ма? Роза гүл бар. 8-ін беріңізші. Болды. Ай, балақайлар. Рахмет. Ne deyindir bağlar, ne bir gülleri. İndir. İndirgeye mi ne? Basağan. Şirkü. Basağan. Mаған ұқты болыңдар. Алдыңдар ғой бәрің, е? Кеттік енді, үйге қайтамыз. Жүріңдер. Ару, не oldu? Gülüm kulap kaldı. Өзіне işlem olmadı mı? Жоқ, ешқырса болған жоқ. Жарайды, кет. Ернар, балалар қайда? Біз болғақтан адасып кеттік ау деймін. Білмеймін, іздеп көру керек, кеттік. Ойымыздағы сыйлықты алдық. Енді тамақтанайық. Иә, кеттік енді. Жақында да мені ағам донерханасына соған барайық та. Балалар, Ернар мен Ару қайда? Ясы менде. Базарды іздейік, кеттік, тез. Іздеп шаршап кеттім, қарындасып кеттім. Маманың айтқан дұрыс ше. Бірінші тамақ ашып, кейін іздеп алды. Тамақты ойламай, достар табайық та. Ой, сосын жесіңдер. Достарымызды таппасақ атанымызға қалай дейміз. Тамақ ішерге уақыт жоқ. Лучше бір жүрек жалғайтын нәрсе алсайық. Тек ұрыспай тұрыңдаршы. Айыр, самсы сататын. Кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме балалар? 6 пирожки бересіз бе? Так, 6 пирожки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей, ұстай ғой. Жігіттер, тамақ беріңдерші. Ben жегім келмейді. Неге жегің келмейді? Сендерде бәрі жақсы ма? Достарымызды базар ішінде жоғалтып алып едік, таппай жүрміз. Онда мен сендерге іздеуге көмектесейін. Сіз базарды білесіз, е? Әрине, мен базарды 5 саусағымдай беремін. Жүріңдер көмектесейін. Іздеуге. Жүріңдер балалар. Абайлаңдар. Жүр. Жүріңдер кеттік. Ернар, енді не істейміз? Мен үйге қайтатын автобусты білем, кеттік. Қайда баратсың? Сіз кімсіз, жіберіңіз, мен сізді танымаймын. Достарыңыз демек. Жүрсеңізші, енді іздеңіз едіңіз ғой. Жүріңдер жігіттер іздейік. Мына жақты көрейік, жүріңдер.
Тоқтаңдаршы. Сендердің достарың базарда жоқ сияқты. Ары қаратай өздеріңіз іздей беріңдер. Димаш, не істеймін? Үйдегілерге не деп айтам? Сендердің үй жақтарыңа барайық. Өзім ата-аналарға түсіндіріп айтам ғой. Арудың қақта тұратынын кім біледі? Ару мен көршім, мен үйімнің қасында тұрады. Балалар, мен шынымен айтсам, мен қорқып тұрмын және қобалжып тұрмын. Әкем ұрсатын шығар. Димаш, енді не істейміз? Қалай бәрін түсіндіреміз? Не болса да ата-анамды шынып айтқан дұрыс қой. Уайымдамаңдар. Барлығын шешем ғой. Кеттік енші. Қалайсыңдар балалар? Қалдарың қалай? Сен қайда жүрсің Айтар? Аға, кешіріңізші. Байқамай қалдық. Ей, сендер, қай жақта жүрсіңдер? Сен қашан болмасың? Сен қашан келдің? Баяғыда келдім. Сезім кәні. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар және балалар. Бүгінгі мынау анашым менің жәннатым атты шоу концертімізге қош келдіңіздер. Темір тор, жамбасыма тақылдайсың, өзіммен бірге туған жақындайсың. Телміреп темір торға қаматқанша, сұм дүние, бұл жалғаннан неге алмайсың? Біріншіден, мен анамды сағындым, екіншіден, бұл құдайға не қылдым? Бостандықта еркін жүрген жан едім. Енді міне абақтыға жабылдым. Әкетаяу, пайғамбардай жасың бар. Туа берме сіз секілді асылдар. Қартайғанда жүрегіңді жаралап, кесір болдау біз секілді масылдар. Ана, сен бақытсың, жыламығын, жай түсіп келе жатып құламадың. Тәңіріне мен едім ол сұраған, сонда да жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын, өлмеймін мен өзіндей асылдамын. Таусылып өз-өзінен шашылмағын, байырға бергені қашырмадың.
салам өзіңді сәбилік сезіммен арнаймын сөзіңді көргенше алаңмын аңсаймын толғанып қабыл ал баланым сәлемін жолдаған қабыл ал баланым сәлемін жолдаған бөбегін оянса ұйқынан мың тұрдым гүлінмен балауса көктемде құлпырдым көргенше алаңмын аңсаймын толғанып қабыл ал баланым сәлемін жолдаған қабыл ал баланым сәлемін жолдаған сырымды ұлғатын өзіңсің қуатым күнімсің шығатын айымсың туатын көргенше алаңмын аңсаймын толғанып қабыл ал баланым сәлемін жолдаған көргенше алаңмын аңсаймын толғанып қабыл ал баланым сәлемін жолдаған қабыл ал баланым сәлемін жолдаған сәлемін Анам менің дүниеге әкелген ақ сүтіңмен нәр алып ақ өсіп ем. Балалықпен қанша тентек болсам да, мейіріңмен барлығында кешірген. Айымсың ғой, күнімсің ғой жан анам, ақ тілектер біздер үшін арнаған. Ренжітпеймін, мұңайтпаймын ешқашан, қадіріңді ұмытпаймын анашым. Дей келе отырып, бүгінгі кешіміздің өз мәресіне жетті. Балалардың аныларына арнаған сый құрметін қабыл алыңыздар. Бүгін концерт қызық өтті ғой, иә? Сен тағы да жауап кеттің, одан да қызық болар еді ғой. Ту, оны қойыңдаршы. Одан да концерт жайлы әңгімелесейік. Я, қызықты өткен сияқты. Менде сәл қобалжу болды. Сенде де ше, болды ма? Менде тік қобалжу болған. Керісінше басқалардан қарағанда сенде қобалжу болды ғой. Сен дайындықта зор поэзия оқыған едің ғой. Сендер ғой, біз әжелеріміз қатты жақсы көреміз. Енді мен сахна шыққанда әжем түріне қараған сәл қобалжу болды да. Келесі жолы уәде беріп, вообще қорықпайтын боламын. Жарайды. Не болса да концерт қызықты өтті ғой. Ата-аналарымызға ұнады. Одан да концерттен кейінгі өзіміздің дәстүрменен суретке түсейік.
Мен Мейрам балалар кино студиясын ең алғаш рет ютубтан көрдім. Және де кинолары ұнаған соң ата-анама айтып түстім. Бұл кинода түскен образым Димаш деген бала болады. Өнерлі бала, әрдайым концертке қатысатын бала. Осы съемкада мен керемет әсер алдым. Және де киноның қалай түсу керек екенін бәрін түсіндім. Мейрам балалар кино студиясына түскісі келетін балалар мен қыздарға айтарым, әрқашан ұялмаңыздар, қысылмаңыздар, бақтарыңызды сынап көріңіздер. Көрерменге тілегім, дендеріңіз сау, бәріңізге рахмет, бақытты болыңыздар. Маған киноға түсесің ба деді. Соған қандай деймін, Мейрам кино студиясы деді, соған мен иә дедім. Мен образым бұзық. Бекамен төбелескен кезін, күрескен кезін, яғни сол кезде қызық болды. Съемка кезінде менің бәсі қобылжадым. Сол кезде бірінші кірген кезде мен өтпей алама деп қорықтым. Сөйтіп бізді шақырды. Содан кіргенем съемканы өткеттім. Өзім өнерлерім көрсеттім. Тілегім өскен кезде актер болып дамып кетіңдер. Менің жаңағы мектептегі достарым соны білетін еді, Мейрам киностудиясы туралы. Маған сол жайлы айтқан. Мен сосын сол ютубқа кіріп қараған едім, сосын ары қарай мен уже біліп видеоларын қарап жүремін. Мен кинода Амина болып ойнаймын, және Аминаның рөлі жақсы, мейірімді болып ойнайды ол образда. Мысалы, біз деген жерде жүреміз, сосын деген келіп екі бала отырады, Айдар мен Ернар. Соған біз келіп сол айтқан, есімде қалады. Көрермендерге көп қарай берсін, және өзінің туысқандарына айта берсін осы Мейрам киностудиясы жайлы, және біздің көптеген видеоларымызды қарап, осылай тіркеліп, лайк басып, репост бассын деп айтамын. Мен Мейрам кино студиясын инстаграмнан естідім. Кастингке барып, Абай Құнанбаевтың өлеңін айттым. Содан өтіп кеттім. Мен Ару деген қыздың рөлін сомдаймын. Бимен айналысамын. Және де кішігірім вокалға қатысамын. Осы Мейрам кино студиясына кастингке қатысып өтіп кеттіңіздер. Сіздерді өтеді деген үміттемін. Және де осы сілтеменің астына лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мені осы Мейрам кино студиясына анам әкелді. Мен осы жақтан өте өзімде көрем, негізі көп балаларға. Сөйтіп ол анам инстаграмнан көрді, сөйтіп мен осы жаққа қатыстырды. Кастингте ашулан деді, күл деді. Одан кейін бір таппақтар оқыдық. Сол жерде сөйтіп өткізді. Менің кинодағы образым бұзық бала, атым Мага болады, Мағжан. Осы Мейрам киностудиясында кинода өте қызықты момент ол концертте болды. Мен өзіміз Арсен мен Беканың күрескен жерлері болды. Осы Мейрам киностудиясына көретін балдарға айтатыным, осы Мейрам киностудиясына қызыққандар, өзінің киноға түскен актерларға ұқсаған келсе, осы Мейрам киностудиясына кастингке кел. Сол жерден өтетін болсаң, сен үлкен киноларға түсесің. Бірінші оны көрдім, кейін мамам айттым. Мама, осы киноға мен түсейінші дедім. Мама айтты, боп жарайды, сен түсесің, мен сені тіркеп қоямын деді. Ертеңіне кастингке бардық, кейін кастингке поэзия оқып бердім, сөйтіп өтіп кеттім. Мен кинода Бека ойнап отырмын. Ол Бека Маганың досы, ол және бұзық. Маганың қасында күніге жүреді. Бұл кинода қызық сәттер. Біз балалармен базарда достарымыз іздеген жері өте маған қызық болды. Және ана бомжбен біз кездескенде маған өте күлкілі болды. Мен өзіммен кішкентай мен киномды көретін балаларға айтатым. Оларда осы кастингке қатысып, мықты актер болып, мықты дамып, сөйтіп біз сияқты актер болсын. Көптеген киноларға түссін.
Мейрам балалар киностудиясын мені анам көрсеткен еді. Ол мені бірінші рет кастингке апарғанда мені кастингқа дайындатып, мен ол жерде кастингтан өттім. Сондықтан мен мына жердемін. Мен атым Ернар. Мен осы фильмде жоғалған бала болып жүрмін. Мен бұзық баламын. Түсім барысында қызықты сәттер ол мектептің артында мага тренер болып екеуін төбелестірді, Бека мен Арсенді. Біз сияқты кастингтен өтіп, осындай сияқты күшті фильмдерге түсе беріңдер. Тағы қорықпай келіп, өздеріне сеніп келіңдер. Мен Мейрам киностудиясын, анам маған ютубтан Мейрам киностудиясын деп жазшы, ояқ күшті канал деді. 3-4 видеосын қарамды, ұнады маған қатты. Өте мамам айтты, ояқта кастинг болады екен сәлден кейін. Ояққа барайық деді, мен жарайды дедім бе, ояқта өзім ән айттым да өнерімді. Өте маған, осындай фильмдарға Мейрам киностудияда түсіп жатырмын. Менің рөлім фильмдағы Айдар деген бала, ол бұзық және мектеп былай айтқанда қолын ұстайтын ғой. Түсірім баста естен кетпейтін, ол сахнада ән айтқанда немесе басқалардың өнерін қарағанда қызық болды ма. Еш нәрседен қорықпаңдар, тек қана өздеріне сендер, әр нәрсеге сенсеңдер өздеріне, әр мамандыққа боласыз. Мысалы, актер немесе әнші. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.